Ассаламалейкум мұсылмандарым. Хадисте айтылады, мұсылман деген өзінің ісі мен сөзімен басқа мұсылмандарға қысастық жасамайды дейді. Кейбір мұсылмандарымыз умра және қазылық жасаған кезде елдің бәріне итеріп, боқтасып, ұрсысып, қағбадағы қара тасты сүйгісі келеді. Жарайды, сүйеді. Бірақ ол қара тасты сүйді ме, сүймеді ме, оны білмейді. Мен сүйдім деп елдің бәріне мақтанады. Өйткені ана абадокқа басың тыққан кезде қап-қара түк көрінбейді. Қара тас ол абадоктың ана ішінде бәр жерінде орналасқан емес, әрбір жерінде ғана тұр. Басың тыққан кезде оны сен қара тас сүйіп жатсың ба, әлде ана эпоксидный смоланы сүйіп жатсың ба, оны ешкім білмейді. Сондықтан да елдің бәріне қысастық жасамаңыздар. Егер мүмкіндік болса сүю керек, мүмкіндік болмаса сүймей-ақ қою керек. Ол қара таста тұрған ештеңе де жоқ. Қара тас сүйгеннің өзінде оны сүймей қалуы мүмкін.